Gel Dören, çayındayın. Otur. Dören, bugün ertelep келесің ба? Кешке сенің жақсы көретін мантыңды дайындап қоямын. Жұмыстарым көп мен бүгін. Манты істеп әуре болмай қой. Сағат нешелерде келесің? Мен сені күтіп отыра тұрам. Сен келген соң тамақты бірге ішеміз. Қарның тойдырып келмеш, отбасы ұқсап, бір дастарханда аш ішпегелі қашан. Айтып отырмын ғой саған жұмыстарым көп деп. Сен мантың жейін деп мен кешке шейін аш жүрейін ба? Бопты, мен кеттім. Дәурен, жолың болсын. Ала, қалайсың Ажыл? Жақсы Дәурен. Өзің қалайсың? Не болып келе жатсың ба? Болсайшы тез, адам күтіп отыр ғой. Қазір жарты сағатта барып қалам. Ой, жарты сағат дейсің. Ертерек тұрсаң қайтеді, басың қазанда ұйықтай бердің. Не болмаса арай қайтып қоймайсың ма таңертең ерте оят деп. Ой, қарындасың менен өткен мауыз болса не қыл дейсің енді? Бір айтқан сөз ұқпайтын адамға айттың не айтпадың не бәрібір емес пе? Жарайды, ұйқы бастадың, менің қарындасым кінәлемес, жарайды. Оны кінәламай ақ қойшы, жетші тез бол. Ал, келісімге қол жеткізгеніңіз құтты болсын. Енді барымыз салып жұмыс жасауымыз керек. Егер компанияның риза болатын болса, жұмысымыз алға басқаны деп ойлаймын. Қалай жалпы келісімшарт көңілмен шықты ма? Енді жоқтан бар ғой. Бірақ баға жағын кішкене көтеру керек еді. Сен осы адаммен ақылдаспай өзің шешім қабылдап қоясың да. Ой, ақылдасатын болсаң қайда жүрсің? 2 айдан бері осы тірлікпен айналысып жүрміз ғой. Адамдарға да өзім бардым. Өзім жүгірдім. Ананы да өзім таптым. Сені досым, әрі күйеу болам деп шаршамай ақ қойсыншы деп. Не қылдың, міндет қылатсың ба не? Айда қуанбайсың ба менде күйеу бала барын? Ой, сенде күйеу бала барына қуаныштың төбем көкке жетіп тұр, оны мойындап та қойғанбыз. Егер білсеңіз. Вот, солай болсын. Жарайды, Ақжол. Мен біреумен кездесуім бар. Түскі астың уақыты келді. Түскі ас ішіп кетіп па бірге? Басқа жол. Біреумен кездесуім бар. Мақұл ма? Жолығамыз.
Қайсың жаным? Көп қалды ма? А? Кешір жұмыстардан шығамай кеттің. Тағы ренжіп қалды ма? Ал жарайды, мақұл. Айыбымды өтеу үшін не істейін? Айтшы, не алып берейін? Ай болса ай, күн болса күн. Айтшы. Қалағанды алып бер. Қалағанды ма? Қалағанды. Жарайды. Кеттік онда. Кеттік па? Қайда барамыз? Оны өзім айтам. Анашым қайдан келе жас? Дүкенге барған. Не көтеріп жүрсіз, зілдей қып. Айтпайсыз ба, өзіме әкеп беретінім ғой? Үйге керек заттарды алып, дүкеннен келе тұрайын. Бұдан кейін керек заттар болмаса, маған айтыңыз. Не болмаса, звондаңыз. Өзіме әкеп берем ғой. Зілдей қып, екі сумканы бірдей көтеріп алыпсыз. Зілдей түгі де жоқ. Несі зілдей оны? Бұдан кейін маған айтыңыз. Өзіме әкеп берем. Болды, жарайды, айтам. Қарның ашты ма? Қарным ашты. Өлейін деп отырмын аштан. Тәтті тамағыңызды дайындап беріңізші. Қолыңды жу да дастарханға отыр. Жарайды, анашым. Анашым, рахмет. Тамағыңыз өте керемет дәмді болыпты. Ас болсын, балам. Қалай жұмыстарың? Алға жүрейін деді ма? Шүкір. Жұмысымыз алға ілгерілеп, жақсы жүріп жатқан жағдай бар. Дәурен қалай? Жүр ғой, Дәурен. Жұмысқа кеп жүр ма? Жұмысқа келеді, айтқаным істеп жүр. Аман болсын жетеуір. Со балаға өзің бас көз бош. Жалғыз қарындасыңның күйеуі, әрі өзің досың. Несіне ойындайсың оның, анашым? Жұмысын атқарып, баратын жерге барып, келетін жерде келіп жүр. Не, айтпақшы, араймен хабарластыңыз ба? 2-3 күн алдын хабарласқан. Жақсы ма екен жағдайлар? Жақсымын деді ғой.
Кімге де айтқам, Дәуренге де айтқам. Үйге келіңдер, шай ішіп кетіңдер деп. Бір отбасы болып отырып әңгімелесейік деп. Сөйтсем, жұмысымыз көп, ары бер. Не жұмыс істей беретіндерін қайдам енді олардың. Балам, тірі адам тіршілігі бітуші ме еді? Қолдары тимей жатқан шығар. Қолдары тисе келер. Оның үстіне Арайды білесің ғой. Төркінге келе бергенді қаламайды. Онысы да бар. Мен болдым, анашым. Рахмет, мен сыртқа шығып келейін, Дәурен, келдің ба? Жоқ, ересің ғой. Көріпсің ғой. Тамақ жейсің ғой? Айттым ғой мен саған, тойып келейім деп. Дәурен, мынау не? Мен қайдан білейін не екен? Дәурен, мынау не деймін? Көріпсің ғой не екен? Дәурен, сонда сен... Немен? Немен? Оңбаған. Ей? Ұятсыз. Ей! Ей! Сен неме айтқанды тыңдамайтын боласың ба не, а? Жүк қой мынан, жүк қой мынан. Түсіндің ба? Шак.